Ал біз бастадық. Шын ғашықтар қосылмайды. 15 жыл, бақандай 15 жыл өтіпті. Уақыт шіркін бір орында тұра ма еді. Неткен зымырап жатқан өмір. Кеше ғана жап-жас болып, алғашқы сезімді бастан кешіріп отырған Шолпан қазір көп балалы ана. Күндегі күйбең тіршілікпен қолы босамайтын Шолпан бүгін ескі суреттерді ақтарып отырып, осыдан неше жыл бұрынғы суреттерін көріп, неткен күндер еді. Қызығы мен шұжығы мол жылдар деп бір күрсініп алды. Шолпанның 18 жас болатын. Мектеп бітіріп, оқуға сырттай тапсырып, енді ғана жұмысқа тұрған кезі. Стадионда іс-шара болатын болып, әр мектептен жиналған жастар, қыздар бір топ болып, ұлдар бір топ болып бөлініп тұр. Сол ұлардың арасында Шолпанға көзінің қиығымен қарап, сауран да тұр. Бірақ Шолпан ол кезде өзіне көз алмай тұрған жас жігітті байқамады. Арада 2 апта өткенде үй сым тетігіне бір жігіт хабарласып, Шолпанды сұрап тұр. Дауысы ерекше әдемі жігіт екен. Үйінде